Осыдан бір 2-3 жыл бұрын бір кәсіпкермен кездестім. Өте уақытым тығыз болды. Сонымен ол кездесейік деп қоймай қойды. Шақыра салдым. Ол жерде мен түскі ас уақыт еді, уақытым тығыз, қарасам қағанат тұр екен. Сол жерге шақыра салдым, сол жерге келесіңіз деп. Тамақ ішіп отырмын. Ол кісі келіп біртүрлі болып келіп қасыма отырды да, жан-жағына қарап бүйтіп сұрақ қойды. "Еркебұлан мырза, сіз қағанаттан жиі тамақ ішесіз ба?" дейді. Жиі де болғанда ондай сәтін салса ішемін дедім де, неге деп олай сұрақ қойдыңыз десем, ондай жерлерден тамақ ішпеймін дейді. Мен қымбат жерлерден ішемін дейді. Айтамын, керемет қой. Мотив қандай? Қымбат жерден тамақ ішудің. Қымбат жерден ішкен кезде мен ішкі состоянием өседі, күшті болады. Сол үшін мен тек қана қымбат жерлерден ішемін. Жақсы. Сіз қымбат жерлерден ішесіз ба, ішпейсіз ба дейді. Мен айтамын, ішемін деймін. Егер сәт түссе, егер запрос болса, нақты барғым келсе, бір жерден ішемін. Негізі бұндай сұрақ туындайды да енді мысалға. Мен тамақ ішетін жерім менің ішкі күйіме әсер еткені дұрыс па, дұрыс емес пе деген. Мынандай жауап шығады. Ең бірінші, жақсы қымбат рестораннан тамақ ішу керек, тырысу керек. Өйткені ол жердегі шикізаттың сапасы қымбат, денсаулыққа пайдалы тағам болады. Ол дұрыс. Сол үшін дұрыс тамақтану өте маңызды. Бірақ ол нәрсені ішкі состояниеға байлау, бұл жерде менің ойымша бір қауіп бар сияқты. Біздің ішкі күйіміз, жүрегіміз дүниелік нәрселерге тәуелді болмау керек және ол нәрселерге байланысты